Елімізде ваучерлік қаржыландыру жүйесі осы жылдың соңына дейін толық енгізілмек. Осыған орай Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрлігі мектепке дейін білім беру департаментінің директоры Манара Адамова ханым дәл қазір менің жанымда. Қош келдіңіз. Көңіл-күй қалай? Жақсы, рахмет, қайырлы таң. Балаларды көріп көңіл-күй көтеріліп қалған шығар. Көңіл-күй көтеріліп отыр, Енді осы ваучерлік жүйесі деп жатырмыз ғой. Қазіргі уақытта қалай жұмыс істеп тұр және қай аумақтарда жұмыс істеп тұр, содан бастасақ? Ваучерлік қаржыландыру жүйесі жалпы 24-ші жылы бізде қыркүйек айынан бастап сынақтан өтіп жатыр. Ол кезде ең бірінші Тараз қаласы енген болатын. 2 айдан кейін Шымкент, Түркістан қалалары енгізілді. Бүгінгі күні қазір облыстық маңызы бар 15 қала осы ваучерлік қаржыландыру жүйесіне енгізілген. Одан бөлек қазір 6 ауданда Жамбыл облысының Байзақ ауданы және де Түркістан облысының 5 ауданында осы сынақтан өтіп жатыр. Енді қарап отырсаңыз, қазір өзі негізгі, өзі 20 бізде облыс болатын болса, сонда облыстық маңыз бар, өзі 5 қала қалды, қазір кірмеген. Ол Қызылорда, Батыстың 3 қаласы, Атырау, Ақтөбе, Ақтау, Орал қараша айында кірген болатын. Содан кейін Алматы. Осы 5 қаладан басқасының барлығы кірді. Ваучерлік қаржыландыру жүйесінің енгізуге байланысты өзі бізде әрбір өңірлердің кестесі бар, жасалған, бекітілген. Сол кестеге сәйкес кезең-кезеңмен енгізіп келе жатыр. Қазір Құдай қаласа осы тамыз айына дейін қалған бізде 5 қала кірсе, одан кейін ары қарай аудандардың деңгейіне жыл соңына дейін масштабталатын болады. Бұл жерде ең бірінші кезекте осы ірі республикалық маңызы бар, облыстық маңызы бар қалаларды кіргізу, ол ары қарай аудандардың деңгейінде тиісті толыққанды ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізу үшін қажет. Себебі мынау үлкен ірі қалалардағы мамандар, балабақшалар барлығы соған дайын болғаннан кейін сол потенциалменен ары қарай аудан деңгейінде толыққанды түсіндіру жұмыстарын жүргізуге болады деген оймен жасалған. Себебі бізде бір ғана қаржы операторының немесе қаржы орталығының бұған өзінің күші жетпейді. Сол себептен әр өңірде, әр аймақта өзінің командасы болады. Және де айта кету керек, бізде бір облыста мысалға 14, 15, 18-ге дейін аудан орталықтары бар, сондықтан да оған түсіндіру үшін осы қажет болды. Ал енді осы ваучерлік қаржыландыру жүйесі енгелі бері кезек қысқарды ма деген сұрақ? Әрине, оны айту керек. Ваучерлік қаржыландыру енгізілген кезеңнен бастап қазір 1 жылға жақын уақыт болды. Ол кезде 2-6 жастағы кезекте тұрған балалардың саны 220-ға жуық болатын болса, бүгінгі таңда осы актуалды кезек балабақшаға, яғни жолдама алу өзектілігі бірінші кезектегі 2-6 жастағы балалардың кезегі 44%-ға қысқарғанын айту керек. Осы ірі мегаполистерде, ірі қалаларда өзі жұмыспенен негізінде қамтылған ата-аналар көп, жас ата-аналар қоныстанып келіп жатқан бізде республикалық маңызы бар облыстық деңгейдегі өзі қалаларда. Сондықтан да балабақшаға да кезектілік жоғары осы қалада. Сондықтан да осы ірі қалаларда, әсіресе республикалық маңызы бар қалаларда пилотқа енген бүгінгі күні кезектілік қысқарды. Жалпы орташа есеппен алатын болса 44%-ға қысқарғанын айту керек. Енді ата-аналар деп жатырмыз ғой, өзіңіз айтып қалдыңыз, жас ата-ана болсын, балабақша таңдау құқығы бар. Осы ретте мемлекеттік балабақша болса да, жеке меншік балабақша болса да, бір-бірінің арасында осы бәсекелестік туындады ма? Ол өте айқын көрінді. Әсіресе бірінші бастаған кезеңнен бастап, былтыр Тараз қаласында осы ваучерлік қаржыландыруға енгізу басталған кезден бастап ол көрінді. Себебі бұған дейін бізде мемлекеттік балабақшалар мемлекет тарапынан қолдау көріп отырғаннан кейін бірінші кезекте ата-аналар да көбінесе жаңағы өзі мемлекеттік балабақшада енді толыққанды жаңағы 100% барлық әлеуметтік пакеттермен қамтылатын болғаннан кейін сол балабақшаны алғанда олар қаннен қаперсіз бірінші кезекте қамтылатынына сенімді отыратындығын. Ал жалпы айту керек, негізі бүгінгі күнде бізде 12.000-ға жуық балабақша елімізде. Сол 12.000-ға жуық балабақшаның 60%-дан астамы ол жекеменшік балабақшалар. Жекеменшік балабақшалардың ішінде де өте керемет жұмыс жасап жатқан, керемет жоғары сапалы балабақшалар бар.
Ал енді ата-ананың өзіне таңдау мүмкіндігі берілген кезде осы өздеріне бар жағдайын жасап, ата-анаға жаңағы баланың толыққанды қауіпсіз сондай бір керемет жайлы ортада тәрбиеленуіне мүмкіндік жасаған балабақшаларға ата-аналар ваучерін алғаннан кейін қолына балабақша таңдау мүмкіндігі берген кезде, сол үйіне жақын, жұмысына жақын, өзіне ұнаған балабақшаны таңдап кеткен кезде бізде мынандай не болды? Күттік та, енді мына ваучерді беріп бастаған кезде бос орындарға бірінші кезекте мемлекеттік балабақша толып қалады деп. Ондай болған жоқ. Тараз қаласында қараған кезде жеке Қазір құрастырып беремін. Жеке меншік балабақшалар толып қалды да, мысалға, мемлекеттік балабақшада орынға қойған кездер болды. Сол кезде мемлекеттік балабақша менде жаңағы бәсекелестікке ұмтылуым керек екен ғой, яғни барлық өзімдегі жаңағы қаржыны жоғалтпау үшін менде жаңағы осындай жаңағы нәтижеге немесе бір ата-аналарды қызықтыратын нәрсеге ұмтылуым керек екен ғой деген ой қалды. Сондықтан да өте сондай салауатты осындай бәсекелестік пайда болды, және де ол байқалады. Және де ата-анада да, мысалы үшін, бұрын тек мемлекеттік балабақшаға ұмтылатын болса, қазіргі кезде осы жекеменшік балабақшада сапалы қызмет көрсете алатынына деген сенім пайда болды. Тамаша. Енді ғана көріп отырған ата-аналары бар болса, осы ваучер алу жүйесі қалай жүреді? Және жауабы неше күнде немесе қанша уақытта шығады? Жалпы қазір бізде қаржы орталығы ол бірыңғай оператор. Олардың базасында әрбір қала бойынша жаңағы жергілікті атқарушы органның берген тізімдемесіне сәйкес балабақшалар және де олардағы бос орын саны түгел орналастырылған. Соған сәйкес мынау бос орындарға сәйкес ваучер анықталып, яғни кезекте тұрған бірінші кезектегі жаңа ата-аналардың категориясына сәйкес ол жерде категория барлық кезектілік 21 санатқа бөлінген. Әр кезектің өзінің үлесі бар. Соған сәйкес бетіп ата-ана таңдалған кезде ата-анаға хабарлама келеді. Хабарлама алғаннан кейін ваучер берілді деп ата-ананың 2 күннің ішінде сол ваучерді растауға мүмкіндігі бар. 2 күнде ваучерді растағаннан кейін тағы да балабақша таңдау үшін, яғни 4 балабақшаның кез келген таңдауына болады, өзіне ұнаған. Бір балабақшада орын алып, басқа бір балабақша ойында тұрса, оған күту кезегіне тұрып қоюына болады. Осындай бір жақсы мүмкіндіктер бар ата-анаға. Яғни 2 күнде растағаннан кейін балабақша таңдауға тағы 5 күн беріледі ата-анаға. Осы 5 күннің ішінде балабақша таңдап, құжаттарын апарып, балабақшамен яғни келісімшарт жасау мүмкіндігі бар. Ал егерде ваучер қажет болмай, одан өз еркіменен бас тартатын болса, ол кезде әрине ол ата-ана кезекті ұстамау үшін кезектен шығарылады. Ал егерде ата-ана көрмей қалып, не болмаса жаңағы өткізіп алса, өзіне келген хабарламаның 2 күндік мерзімі өтіп кеткен болатын болса, онда жаңағы архивке күту кезегіне арғарай жіберіледі да, басқа жаңағы 21 санаттағы ата-аналарға арғаратай ваучер үлестіріле беріледі. 28 күннен кейін тағы да арғарай сол ата-анаға екінші рет тағы да орын болған кезде ваучер берілген туралы хабарлама келуі мүмкін. Енді бір рет көргеннен кейін ата-ана сол жаңағы ережеге сәйкес екінші рет қадағалап қарап отырады деп ойлаймыз. Бүгінгі күні бізде енді ақпараттық цифрлық заман, сондықтан да мынау әртүрлі қосымшаларды, банк қосымшаларын басқа телефонда біз қолдануға үйрендік қой. Бұл да сондай сияқты дәл бір жүйе, ата-ананың уақытын алмау үшін жаңағындай осындай электронды жолменен хабарлама беріп, яғни балаға жолдама алу деген. Сондықтан да бұған да біз үйренеміз деген біз сенімдеміз. Әрине. Енді сенім ақталса, әрине біз де қуанамыз. Енді осы сұхбатымызды түйіндейтін бір сұрақ болсын. Мынандай ақпарат шықты. Мектепке дейінгі ұйымдарға 2025-26 оқу жылына балаларды қабылдау тәртібі жарияланды дейді. Енді осы орайда балабақшада топтарды қабылдау қай уақытқа дейін жүреді? Енді осыны барша ата-аналарға өзіңіз бір ескертіп айтып қойсаңыз. Жалпы бізде балабақшадан мектепалды даярлық тобынан шығатын балаларды шығару немесе топтарды бір топтан екінші топқа ауыстыру 1 тамыз бенен 31 тамыздың аралығында жүргізіледі, топтарды жасақтау. Ал оған дейін жаз айларында бізде де жаңағы жазғы маусым болады, бірақ дегенмен балабақшаларда жұмыс үздіксіз жүріп жатады. Ал енді мектеп алды даярлық тобынан шығып мектепке кететін балаларды ата-аналар өздерінің өтінішіменен осы мынау маусым, шілде,
айларының кез келген уақытында өзінің өтінішіне сәйкес 1 тамызға дейін алып кетуіне болады. Яғни егер ата-ананың енді дәл қазір оны осы 31 мамырда бізде бағдарламаны меңгеру аяқталды, сіздер боссыздар деген жоқ. Ата-ананың өзінің өтінішіне сәйкес осы асықпай 2 айдың ішінде баланы алып кетуіне болады. Одан кейін баланы мектепке апарғаннан кейін, яғни әрі қарай келесі балабақшада топтарды жасақтау, ересек топтарды мектеп алып топқа ауыстыру, немесе қайтадан жаңағы комплектование жасап, яғни балаларды қабылдау жүргізіле береді. Яғни ваучер берілген қалаларда ол ата-анаға хабарлама келіп, ваучер арқылы ата-ана өзінің балабақшаны таңдау арқылы жүргізіледі. Ал енді бұл осы ваучер енгізілген 15 қаладан бөлек басқа аудандар менен мынау әлі ваучерге енетін 5 қалада, ол жерде сол жергілікті атқарушы органның өзінің жасақтаған кестесіне сәйкес жаппай жаңағы топтарды жасақтау, немесе бір топты екінші топқа ауыстыру сол өздерінің бекіткен кестесі бойынша жүргізіле беретін болады. Тамаша, кел Қасым, келіңдер. Осындай кішкентай ғана балақайларымыздың баратын балабақшалары әрдайым жоғары биік деңгейде бола берсін дейміз. Осындай жоба ұйымдастырып жатқан біз сіздерге алғыс білдіреміз. Бұл балақайлардың да енді істеп береміз. Алғыс білдіреміз біздің студиямызға келіп осындай тамаша сұхбат бергеніңізге. Ал балалар, бәріміз келдер. Анау камераларға қарап қолымызды бұлғайық. Келдер, сәлем дейік. Кел, істеп берем. Кел, сәлем дейік. Бәріміз бірге ұлттық арна қосылып болсын дейміз, кәнеке. Ұлттық арна. Тамаша.